Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өзіңіздің даусыңызды қалай жақсы көру керектігі туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, видеоны бастамас бұрын сіздерге айтар керемет бір ұсынысым бар. Егер де сіздер өзіңіздің дикцияңызды жақсарта алмай жүрген болсаңыз, менің сіздерге керемет жаңалығым бар. Сіздер менің әдемі дауыс курсымды сатып алу арқылы өздеріңіздің дауыстарыңызды әдемі ете аласыздар. Бағасы да қол жетімді. Бұл курстың бағасы дәл қазіргі таңда небәрі 2000 теңге, және де ол жерде 10 түрлі видео сабақ, 10 түрлі ақпараттар болады. Яғни ол видео сабақтарда жалпы диафрагма дегеніміз не, және де оған қандай жаттығулар жасау керек, барлығы да толығымен айтылған видео арқылы көрсетілген. Яғни сіз бұл курсты алу арқылы осындай ақпараттарға арзан бағада ие бола аласыз, және де өз дикцияңызды жақсарту мүмкіндігіне ие боласыз. Олай болса, видеомызды бастаймыз. Жалпы бүгін біз сіздермен өзіңіздің даусыңызды не үшін жақсы көру керек? Және де біз өз даусымызды жақсы көрсек, не қандай біздің өмірімізде өзгерістер болады, сол тақырыпта айтатын боламын. Өз даусыңыз қандай болмасын, оны жақсы көруіңіз керек. Өйткені сіздің даусыңыз ол сізді басқалардан ерекшелеп тұратын фишка десек те болады. Сол үшін ең бастысы сізге өзіңіздің даусыңыз қандай болмасын, сол дауысты жақсы көру керек. Сіз басқаларды копировать етуге тырыспаңыз, яғни басқалардың көшірмесі болмаңыз. Сіз тек қана өз даусыңызды дамытыңыз, сонда ғана сіз нағыз жетістікке жете аласыз. Осы ретте айта кетейік достар, егер де өзімді мысал келтіретін болсам, менің де даусым мектеп кезінде өте жіңішке болды, өте жай, ақырын сөйлейтінмін, яғни менің даусымды ешкім сөйлегенде түсінбейтін. Сол себепті де мен де бұны өзіме комплекс ретінде санап, мен көптеген сыныптастармен араласқан жоқпын, сөйлескен жоқпын. Соның нәтижесінде тұйық қыз болып өстім. Бірақтан да мен универге түскен кезде, яғни менің даусым, менің бір фишкам екендігін түсіндім. Яғни менде жіңішке, әдемі дауыс бар. Яғни мен бұл дауысқа жаттығулар жасау арқылы мен дауысты өзгерте аламын. Яғни бұл менің фишкам. Мен басқаларды көшіріп, тура солай сөйлеуге міндетті емеспін. Басқалар жуан сөйлейді екен деп, мен тура солай жуан сөйлеуге, немесе басқалар жіңішке сөйлейді екен деп, мен де солай жіңішке сөйлеуге міндетті емеспін. Сіз өз даусыңызды жақсы көру үшін, сіз өзіңіздің барлық дене мүшеңізді жақсы көруіңіз керек. Яғни сіз өзіңізді жақсы көрмей, басқалар, мысалы, сіз өзіңізді сыйламасаңыз, басқалар да сізді сыйламайды деп жатады ғой. Сол секілді, сіз өзіңізді қатты жақсы көрсеңіз, онда сізді басқалар да жақсы көріп, сыйлайтын болады. Ең алдымен сіз өзіңізді жақсы көру үшін не істейсіз? Сіз өзіңізді жақсы көру үшін мақтан етуіңіз қажет. Яғни, сіздің мысалға бет әлпетіңіз өте әдемі болуы мүмкін. Немесе бойыңыз өте ұзын. Немесе сіздің фигураңыз өте әдемі. Сондай өзіңіздің артықшылықтарыңызды айтып, өзіңізді үнемі мақтап отырыңыз. Немесе сіз бір істі бітірсеңіз, немесе сіз бір қиындықтан оңай құтылып кетсеңіз, оңай сол қиындықты шешсеңіз, онда сол үшін өзіңізді мақтаңыз. Ал екінші, бұл өзіңізді жақсы көруге себеп, мысалға, өзіңізге сыйлық жасауыңыз қажет. Киноға барыңыз, сүйікті тәттіңізді жеңіз, немесе бір сүйікті қалаңызға барып қыдырып келіңіз, сүйікті достарыңызбен жолығыңыз, тағы да басқа өте көп кете береді. Яғни сіз өзіңіздің бір қалаған ісіңізді жасап, өзіңізге сыйлық жасауыңыз қажет. Мысалға, мен осы видеоны түсіріп болсам, өте керемет бір өзіме жаңа киім аламын. Сізде мысалға, өзіңіз дикцияға арналған жаттығуларды бәрі енді жасағысы келгеннен жасайды, бірақ оны сүйіп жасамайтын адамдар да бар мысалға. Сол секілді сіз мысалы бір нәрсені жасағыңыз келмей тұрса, дауысқа арналған жаттығу жасағыңыз келмей тұрса, немесе видео сабақтарды қарағыңыз келмей тұрса, өзіңізге бір сыйлық жасаңыз. Егер де мен осы сабақты қарап бітсем, мен онда киноға барамын. Тағы да басқа өте көп, өзіңізге жалпы кішігірім сыйлық жасап отырсаңыз болады. Ал келесі кезекте, достар, үшінші кезекте бұл аффирмация десек те болады. Сіз айна алдында тұрып, өзіңіздің
жалпы дауысыңызды естіңіз, өзіңіздің бет әлпетіңізге сүйсініңіз, және мен өте әдемімін, менің даусым өте керемет деген секілді аффирмацияны да жасап көріңіз. Осы 3 қағиданы ұмытпаңыздар, және де өздеріңіздің дауыстарыңызды, барлық дене мүшелерін жақсы көруге тырысыңыздар. Сонда ғана сіздер өз дауыстарыңызды да жақсарта аласыздар. Яғни біз мысалға дене мүшемізді жақсы көрсек, оған ерекше күтім жасаймыз ғой. Яғни біз дауысымызды да жақсы көрсек, онда біз оған да күтім жасап, яғни өзіміздің әдемі даусымызды аша аламыз. Бүгінгі менің видеом аяқталды. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздер дауыстарыңызды тез арада жақсартқарыңыз келсе, онда менің әдемі дауыс курсына қатысуға кеңес беремін.